Ассалаумағалейкум YouTube каналының көрермендері. Мына өткенде мен бүйегімізге егілген помидорымыз, түбіне бүйегіміз салып еккен помидор. Одан кейін түбіне 3 мәрте сұйық бүйегіміз құйғанбыз, биомиксті. Одан кейін 3 мәрте жапырағына шашқан қызанағымыз құдаласымен осындай нәтижеге жетті. Енді қазір еккенімізге 1 ай 20 күн болды. Қазір гүлдеп, мынау байлау үстіндеміз. Көтере алмай жатыр помидорларымыз. Мынандай боп түйнеп жатыр. Кейін көтере алмағаннан кейін байлап жатырмыз. Bir түптің өзінде мынаны қараңыздар. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мына жақта 10, 14, 15, 16, 17, 18, 18 түйнек, 19. Мыналарда түйнеп жатыр же, бағаласа. Bir түптің өзінен 30-40 түйнекке алуға мүмкіндік бар. Бағаласа осында егіңіздер. Мына түбінің бәрі түйнек. Құда қаласа 1 апта 10 күнде піседі деген үмітте отырмыз, құда қаласа. Диқандар бүйегімізбен егіңіздер, ешқашанда сіздерді подвод етпейді. Мынаны байлап жатырмыз қазір. Құлап жатыр, көтере алмай. Арқасында 20-30-дан түйнек болғаннан кейін көтере алмай жатыр. Осындай нәтиже беріп жатыр бүйегіміздің нәтижесі. Мына пісетін помидорларым құлағысы 1 апта 10 күнде піседі деген үмітте отырмыз.